Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Көктем келгенде денсаулығымызда өзгерістер болатынын байқап жатамыз. Әлсіздік, ұйқысыздық, тамаққа тәбеттің татпауы, тағы да басқа өзгерістер. Өйткені қыстан кейін ағза әлсіреп, дәрумен жетіспейді. Ал енді оның орнын толтыру үшін арнайы тағамдарды тұтыну керегін бәріміз де білетініміз анық. Осы видеода денсаулықты нығайту үшін қандай жеміс-жидектер жеу керегі жайында айтылатын болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алма – бұл жемісті жылдың кез келген уақытында сатып алуға болады. Алманың құрамында иммунитетті күшейтетін А, С, В1, В2, Е дәрумендері бар. Сондай-ақ жемістер магнийге, темірге және йодқа және вирусқа қарсы функцияны қамтамасыз ететін антиоксиданттарға бай. Сонымен қатар алма депрессияны жеңуге көмектесетін қасиетке ие. Киви жыл бойы піседі. Қытайлығы көктем мен жазда, ал австриялықтар мен жаңа зеландиялықтар күзде піседі. Бұл жеміс гемоглобинді арттырады, анемияның алдын алуға көмектеседі. Сондай-ақ киви вирусты ауруларға қарсы тамаша құрал, өйткені оның құрамында С дәрумені бар. Киви құрамында омега-3 бар, ол энергияны арттырады, қабынуды азайтады. Көңіл күй мен есте сақтауды, Т жасушаларының жұмысын жақсартады. Тәтті шие. Тәтті шие біздің ғаламшарымыздағы ең көне жидектердің бірі. Адамдар оның пайдасы туралы ежелгі дәуірде білген. Ол жүректі, жүйкені және жүрек тамыр жүйесін нығайтады. Оның құрамындағы органикалық қышқылдар, макро және микроэлементтер, С, А, В, Е сияқты дәрумендер бар екен. Тәтті шие ұйқыны реттейді және жақсартады, салмақты азайтуға да көмектеседі. Қатерлі ісік пен деменция қаупін азайтады. Құлпынай. Сәуір айының соңында және мамыр айында дүкендерде осы жидектерді таба аласыз. Олар дәмді ғана емес, сонымен қатар өте пайдалы. Өнім қабынуға және қатерлі ісікке қарсы қасиетке ие, қартаю процесін де тежейді. Құлпынай макро және микроэлементтерге, талшықтарға, А және С дәрумендеріне бай. Ол мидың жұмысын жақсартады, вирустық аурулардан кейін дененің қалпына келуіне оң ықпал етеді екен. Бір қызығы, құлпынайдың хош иісі адамға жақсы көңіл күй мен сергектік сыйлайды. Видеода айтылған ақпараттар сізге пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар.